Video qanday tasvirma berdi, kan kim aytadi? Kan kim aytadi? Bak. Avrujan. Dұрыс айтасыңдар. Ал, топпен шығып, сетпен доғатысымен сабағымызды айтып беретін біріміз. Топқа отырып алады. Енді дөңгелек болып тұрып аламыз. Нұрдаумен ашыламыз. Ашылып, жылдам, болыңдар, жылдам. Ашыламыз. Дөңгелек болып ашылып тұрамыз. Ал, бұл жаңағы әдістің кезекпен бастаймыз. Кезек аламыз. Ал, шығарасыз. Экспедиция. Келесіге береді. Кабинетте мен дәптем бар. Тағы да анасымен барды. Бұл темір бұл жерде бабынан біледі. Өйткені ол алдында анасымен келген еді. Бұл жерде қойшылар қыстауы бар. Ол жерді геологтар қазған. Нені қазыпты? Сағыны шарғарай жоғастырамыз. Кен байлықтарды қазған. Сосын темір шешесінен сұрайды. Шеше, геологтар жақсы ма, әлде ботаниктер жақсы ма деп сұрады. Ботаниктер жақсы ма деп сұрады. Екеуі де жақсы деп шешесі айтты. Геологтер жер астындағы кен байлықтарды зерттейді. Ары қарай дұрыс. Ал геологтер. Ботаниктер. Әнеге береміз, дұрыс айтады. Темір оның жан-жануарларға да, тіпті тасбақаға да керегін біледі. Ненің керек екенін біледі? Шөптің келесі. Шөптің керегін біледі. Бір күні шешесімен темір екеуі келе жатып, бір ағаштың үстіне бостауға шырылдап жүрген көреді. Сол кезде шешесі темірге айтады. Жақын жерде оның ұясы болу керек дейді. Содан бұдақтың түбін қарасам, бір ұя жатыр екен. Осы ұяның ішінде ала үш жұмыртқа жатты. Бозторғай алысқа ұшпай жақыннан ұшып жүр. Ұясы жерде жатыр екен. Оның ішінде үш жұмыртқасы бар. Бар екен, ағай дастанға дедім. Темір шешесіне айтты. Ұяның ішіне мақтамен жылытып қояйық деп айтты. Жұмыртқа қандай екен? Күн жоқтай бастағанда шешесі темір айтты. Мақтамен ұяның ішін қояйық дейді. Бұл таңғы кезетін, таңғы салтын. Кен суына әкел дейді. Мен қайта бара берейін дейді.
сағыныш кім айтса соған бәріне бір-бір жетоннан беріңдер, және де суреттеріңді. Қазір ашып қойдыр, мен тексеріп сұрайын. Бақытжан салыпты, Ахмет Жанар салыпты, Назерке жақсы. Қазір отбасылар беріп шықсын. Ал балалар жетоннан беріп шықты ба? Болса, балалар бері қараймыз. Енді сұрақ жауапқа бері қарайық. Сұрақ жауап қоямыз. Темір қандай оқиғаның куәсі болды? Кім айтады? Темір қандай? Даниял? Құстың ұясын басқа қалыпты сүзгенін біліп, ұясын басқа... Қандай, жаңа, нені? Қандай оқиғаның куәсі болды? Кім? Жылдан? Сосын ол өзі кітапты оқығаны секуне болды. Бозторғайдың ұясын жерге салған. Иә, бозторғайдың жаңағы ұясын жерге салғанын білді. Олардың бозторғайға қамқорлық жасамақ болғаны дұрыс па? Иә. Бірақ оның өзінің асырайтын адасы бар. Иә, бозторғай өзі асырау керек. Егерден бозторғайдың несіне бір қасиеті бар екен балалар. Егерде қайта-қайта жаңағыдай ұясына немесе жұмыртқасына қайта-қайта бара берсе, ол мүлдем кетіп қалады екен. Сондықтан жаңағы балапандары несі қалып береді балалар? Анасы. Сондықтан бұдай деген құстың ұясын көрсеңдер жақындай бермеңдер, иә балалар? Келесі, құс ұясы неден жасалған екен? Жасалған екен. Қандай керемет? Бозторғайдың ұясы мен жұмыртқасының басқа құстардан қандай айырмашылығы бар екен? Ал мұнда мен айтады. Үш жұмыртқа салады екен. Ұясын жерге салатын жақсы. Ол үш жұмыртқадан ашып тұрса, оны шетке шығарады, оны адамдар садақа қылады. Дұрыс. Келесі, аңшылық өнерде бозторғайға қатысты қандай ырымдар бар? Сабалған аңның үстінде бозторғай жүрсе, ол аңды босатып жібереді. Дұрыс. Тағы да Оның салмағы 15-25 граммға дейін барады. керемет. Өткен сабақта өткенде Қуып келе жатқан аңның үстінде бозторғай қамай ұшып келе жатса, оны одан әрі қуудың қажеті жоқ. оны кімдер айтты бізге? Қазақстанда оның ішкізі бар. Жақсы. Жоқ, біз ырымдарын айтып отырмыз ғой, енді жаңа айтып шыққандарға топ басшылары бір жетоннан беріңдер. Ал балалар, үйлеріңде үй жануарлар бар ма? Сендер менде тауық бар. Тағы да не бар үйде? Ит бар, дұрыс айтасыңдар балалар. Дұрыс. Енді балалар, ит туралы не білеміз? Кән бері қараймыз. Кән ит туралы. Ит жеті қазынаның бірі болып саналады. Оны күтіп ұстау керек. Дұрыс. Оны адамдар күзетші қылып қояды. Иә, үйге қарауыл керек. Ит адамның досы. Ит адамның досы дейді тағы да. Жеті қазынаның бірі ит, бірақ оның арасындағы азық. Итті дұрыстап қағу керек. Дұрыс айтасыңдар. Ит өте сезгіш болады. Иә, ешшіл болады, иә? Енді балалар, міне, ит балалар, ақылды екен балалар. Және үй жануар екен, ол адамға дос екен, иесін жақсы көреді екен, көмекші, мал бағуға көмектеседі екен, және де ешшіл екен. Ол жаңағы ит 2 миллионға жуық иісті ажырата алады екен. Сонымен қатар 400 тұқымы белгілі екен дүние жүзінде. Енді ертеректе ата-бабаларымыз жаңа итті жорыққа шыққанда, аңшылық кезінде итті бірге ертіп жүрген екен. Сонымен қатар иттерді күнделікті тұрмыста пайдалануына қарай 3 топқа біріктіреді екен. Аңшы иттер, күзет иті және үйде ұсталынатын декоративті сән үшін пайдаланатын иттер бар екен, иә балалар? Енді балалар, сол тұқымдардың ішінде мына иттерді таныстырып кету керек. Боксер иті дейді, негіз овчаркасы, хаски, спаниель, құмай тазы, аңшылыққа біздің қазақ ата-бабаларымыз осы итті алып жүрген. Орта Азия овчаркалар екен, дог, доберман деген мынандай иттің түрлері бар екен балалар. Енді балалар, иттің қалада және ауылда асырауын салыстырып айтайық балалар. Балалар, ауылда ит өсіреді, ауылдық жерде барлық үйде ит бар ма? Иә. Барлық үйде дерлік ит бар. Оны қайтып асыраймыз?
үйшікте жаңағы олар не істейді біздің үйімізде? Адамдар кіріп кетсе, Қоңырау сияқты бір үріп атса біз оны шығамыз далаға. Қарауыл. Енді олар қаладағы итті. Көп қабатты итті. Көп қабатты үйлердің барлығында ит асырай ма? Жоқ. Қандай адамдар асырайды? Қандай жағдай керек екен? Қалада көп қабатты үйлерге қандай жағдай керек? Өзіңнің үйің болу керек, біріншіден. Одан кейін бөлмелері көп керек. Енді үйің іші жылы болады ма? Үйге кіргізгеннен кейін оны не істеуіміз керек? Бөлме бар ғой енді. Бөлмеміз бар болса не істейміз? Оны жуындыруымыз керек, және де оны үйге кіргізгеннен кейін оны жаңағы арнайы мал дәрігеріне апарып қаратуымыз керек. Және де оны үйге қамап қоямыз ба? Саябаққа апарып оны қыдыртып тұруымыз керек. Балалар? Енді бүгін қараңдар енді. Бүгінгі сабағымыз осы жаңағы ауылдағы ит егелері жаңа басқа неге көшпекші, қалаға көшпекші. Бірақ олардың жағдайы болмай қалады. Алып кететін. Сол туралы өттік біз. Бүгінгі өтетін жаңа сабағымыз көшер кезде екен. Көшер кезде Бердібек Соқпақбаев жазған екен. Бердібек Соқпақбаевтың өлгендер қайтып келмейді романынан үзінді жаңа көшер кезде деген мәтінін бүгін түсініп оқитын боламыз. Түсініп айтатын боламыз. Енді Бердібек Соқпақбаев туралы мәлімет айтып сөйлейін балалар. Қазақ балалар жазушысы екен. Соқпақбаев 1924 жылы дүниеге келген екен. Алматы облысы Нарынкөл ауданы Қостөбе ауылында дүниеге келген екен. Ата-анасынан ерте айырылғандықтан ол кісілердің қолында жүрген екен. Балалық шағында жаңа басынан өткен қиындықтар мен жолдастарында балалық шаққа саяхат деген кітабында жаңағы жазған екен. 1950 жылы Бұлақ атты тұңғыш жинағын шықты. Балаларға арнап менің атым Қожа, жаңағы Аяжан, Гаухар, тағы басқа повестерін, кездесу, Бозтөбе поэмаларын жазған екен. Және де Қазақфильм студиясында менің атым Қожа повесі бойынша фильм түсірген екен. Ал кітабымызды ашамыз. Мынау балалар қараңдар. Бұл жаңағы кітаптар шығармалар екен. Ал оқулығымызды ашамыз да тізбекте оқып шығамыз. Кітаптан бастаймыз. Бәріміз кітапты ашамыз да қараймыз. Ақылды ит. Айтқанды. Майлы аяқ жерде өсіп селеде ит болып қалған. Аяқтары сидам, үлкен жарғақ, құлақтары салтырған жүрегі тықыр. Дене бітімі қазақты кейде иттің көріп, таза мұнан көріп. Тазы итіне ұқсайды дейді, қарайды. Майлы аяқ байлау көрме ауылының ішінде еркін шақ өскен еркін қышып. Сырттан біздің қақпаға қарай бөтен адам, бөтен мал келе жатса арс етіп алдынан тұра жүгіретін әдепті. Жоқ, майлы аяқ қабаған емес, балалық шолжан мінезі ұстап тек қорқытып үкіткісі келгендей одырандап айнала шауып өтеді. Кішкене бала шаға болса басыңнан секіріп те кетеді. Біраз күннен бері майлы аяқ болу еркін өмірінде зар. Үйді малды сата бастағалы біз оны шынжылап қоятын болғанбыз. Себебі ауылдар алматыға көшетін болды. Байлап қою себебімізді өзі түсінбейтін әрине менің не жазығым бар. Неге байлап қойдыңдар екендей қынсылап аяғымызға оралып жалынып жалбарынғандай болады. Тап бүгін бір сұмдықты олатыны майлы аяқ енді сезді. Таңертең
Сосын сол қиып отырып алып тұсалып көкке созып оқуға бір жоқтау айқан басынан күн қуып зарлаған адам Әй, еркін, мына ит біздің бүгін кететімізді біліп, соған ұлып отыр. Өзін бірдеңе етіп алып кетсе қайтеді. Жамалыммен қатар туған ит еді, деді әйелім Зағипа. Байлықтың зарлы даусы бойын көңілін босатып жібергенде итімді мен де қимаймын, бірақ қалай әкетеміз? Пойызға бензин етіп мінгіземіз. Алматыға барған соң Үйіміз жоқ. Қайда тұр? Ұстаймыз. Сүйікті итімізді тіліміз кеткенше аманат кетіп тапсырып жатырмыз. Қолына жақсы табақ нан ұстаған әбекенді байлауы Маймаяқтың қасына ертіп келді. Ол алдыңғы екі аяғын көсіліп салып, басы аяқтарының үстіне қойып, біртүрлі ойға батқан секілденіп жатқан. Үйшікке келіп алды. Майлы аяқ шықпайды. Майлы аяқ келе ғой. Дереу шығу орнынан үйшіктің түпкі жағына тақала түседі. Майлы аяқ, қазір бізге машина келеді, біз кетеміз. Сенің жаны кие мына кісі танып біліп ал. Майлы аяқ, мә жей қой деп әбекен қолындағы нанды үйшіктің аузына алып барды. Қабыр еткен майлы аяқ жоқ. Ақылды ит бөліп жатыр. Біз кеткен соң әбеке өзіңіз бірдене етіп көңілін табарсыз майлы аяқтың. Енді балалар бірінші топқа басынан бастап байлап қою деген абзацқа дейін оқисыңдар. Екінші топ түсініп айтасыңдар қазір. Ішіндегі байлап қою деген жерден бастап әбекем осы ауылдың қойшысы деген жерге дейін екінші топ. Әбекем осы ауылдың қойшысы дегеннен бастап соңына дейін сендер қазір оқисыңдар, бір-біріңе айтасыңдар, содан кейін айтасыңдар. Түсініп айтамын. Қолыңнан. Әбекем осы ауылдың қойшысы деген жерден бастап.
Менің байлы аяқ атта алып күшігім бар. Ол бұның жүндері тықыр. Ол өсіп серідей ит болды. Қазақи иттердің орнына тазы итке көбірек ұқсас. Ал байлы аяқ байлармады көрмеген. Аулада емі шапқылап жүретін еді. Үлкен болса аяғынан секіріп, кіші болса үстінен секіріп те кететін еді. Содан біздің ауладан мал адам кетіп бара жатса, ол ас етіп үреді. Ал майлы аяқ жоқ, майлы аяқ қабаған емес. Әшір жай оны үркіткісі келгендей. Бірақ кішкентай баланы бастай секіріп кететін болды. Кез мал сатып, үй сатып бастағанда біз оны шынжырақ қоятын болдық. Сондықтан біз Алматыға көшетін болдық. Себебі біз Алматыға көшетін болдық. Ол менің не жазығым бар, неге мені байлап қойдыңдар деп айтылайды. Сөйтіп ол тәп бүгін сұмдық болатынын майлы аяқ сезіп отыр. Ол егелер не дейді? егелері біз оны бірге алып кетсек қайтеді деймейді. Сосын баласы біз оны қалай алып кетеміз деп айтады. Біз оны өлмесе бұлып Алып кетсе қайтеді дейді. Бірақ оны жаңағы Зағипа не дейді? Менің әйелім Зағипа, бірақ біз Алматыға кетсек біздің одақта тұратын үйіміз осы ауылдық көшесі соған ер кетсе ол маған айтқан. Майлы аяқты маған беріп кет деп айтқан дейді. Әбікен азармен жетті. Әбікенмен майлы аяқты таныстырдым. Мені сенің жаңа иен деп айтты. Мені сенің жаңа иен деді. Ол екі аяғының бір-біріне салып жатады, басының суын үстіне көтеріп жатып қалды. Біздің не ойлағанымызды ол біледі. Ол кішкентай үйшігіне зып теріп кіріп кетті. Мен шыға ғой, шықпайды. Келе ғой, шыға ғой. Майлы аяқ күшіміне айтады. Қазір машина келеді. біз Алматыға кетеміз деп тапсырып кетеді. Қолынан жапақ атады. Ал енді алар сендерге сұрақтарыңды оқыңдар тез жауап беріңдер. Жазбайсыңдар бұл жерде әшейін оқып бара. Қан жолды тез оқиды. Қан берші Жасмин оқысыншы. Ал тезде сұрағыңды оқуда жауап беріңдер. Болды балалар, бірден оқиыңды жауап беріңіз. Ал дауысынша. Майлы аяқ иттердің қандай жазаны жатады Болды, ақылдасып салып тұрмаймыз. Оқ деген ит бар екен, тағы да. Алабай. Топқа бер болдың бұны. Болды, келесі топ оқиды, жылдам.
деп айтады. Балалар, ол да отырамыз, бері қараймыз. Ал балалар, енді аманат дегенді қалай түсінесіңдер? Аманат деген. Біреуге сені тапсыр. Ой, керемет. Қандай жақсы. Тапсыру. Бұл жерде біз кімді тапсырды? Әбекеңе тапсырды. Тапсырды балалар, иә? Үй иесі майлаяқтың мәселесін қалай шешті сонымен? майлаяқты әбекеңе тапсырып кетті. Тапсырып кетті, жақсы сөздермен тапсырып кетті. Енді балалар, сендер әбекеңе итті қалай аманат етіп тапсырып едіңдер. Бір ғана сөйлеммен итті әбекеңе тапсырыңдар. Қай топ керемет айтса, соның жетуін беремін. Ойларынша, керемет, кім айтам дейді, бір топтан. Ал, әдемеп тапсырам екен көрейік. Қай топ жақсылап тапсырады екен, итті жақсы асырайды екен. Алматыдан келген жетім. Олар келмейді ғой, кетіп бара жатыр сөз жақта. Мен итімді майлаяқты саған аманатқа қалдырып кетемін. Ал, келесі топ. Тыңдаймыз. Керемет болу керек, жүректен шыққан болу керек. Итім майлаяққа су беріп, тамақ беріп, күтіп ұста. Ұста, иә? Тағы да қалай сендіретін едіңдер әбекең? Тыныш, тыңдаймыз. Мен сізге аманат етіп қалдырам. Ол жақсы ит. Дұрыс, үш. Қай топ керемет айтып деп ойлайсыңдар? Ал, айтшы кәні, мен аманат айтайын. Мен әбекеге тапсырып Ол енді бәрін айтып береміз, келесі тапсырмамыз. емес. Қабаған ет емес, міне. Инабаттан қасында дұрыс не алып алыңдар. Ал, келесі. Балалар, сонымен майлаяқ сенімді қолға тапсырдық па? Иә, әбекең қарайды деп ойлаймыз ба? Иә, енді балалар, орнымыздан тұрайық, кестені жағын көрсетіп берейік. Орнымыздан бірге, тұрып аламыз. Орнымыздан тұрайық, қолымызды жайып, құс болып қанат қағайық, иірейік оңғарып, иірейік солғарып, алға қарай бұрадым, артқа қарай бұрадым, жоғары төмен қарайық, орнымызды қалайық. Ал балалар, сендерге тапсырма бермекпін. Майлаяқтың өмірі ары қарай қалай болды? Жаңа сенді тапсырдық қой. Ары қарай қандай болды? Ит туралы 5 жолды өйлейміз. Семантикалық қарттар. Жаңағы ақал мәтел ит туралы сәйкестендіреміз, топпен жұмыс жасаймыз. Шуға кетсең. Міне сендерді береміз. Жылдам. Ой, керемет, екінші
Жақсы ит. Өлім түрін көрсетпейсің. Жақсы ит өлім түрін көрсетпейсің. Бұлар да қате шығарыпты. Иттің бәрі қазы болмасын. Еттің бәрі қазы болмасын. Дұрыс па? Иттің бәрі қазы болмасын, отырамыз. Сонымен бұларға бір жегін бере алмай кеткенбіз. Келесі топ. Кеткен шамды. Ал саған шыға береміз. Бұл енді сөйтіп тұрамыз дейміз. 5 жолды өлеңге қазір оқимыз да тыңдаймыз. Не, ит қандай ала қабамаған. Қабамаған деген сөз болады екен. Қалай дұрыстаймыз? Қабаған. Бұл жерде майлаяқтың айтқысы келді ғой енді. Соны қалай айтуға болады? Қабаған емес бұл. Қандай десек болады екен? Қолға үйретілген. Қолға үйретілген дейді. Сөйтуге болатын еді. Мейлі қабаған деген басқа итке қабаған қандай деген болады? Естеді, үрді секірді, өкінді. Сөйле, майлы аяқ қатты өкініп қалды. Бұл жерде қанша не болды? Біреуіне бесік. Біреуге бір мағынан беріп тұр ғой, өкініп қалды деген естіпті. Енді синоним. Синоним майлы аяқ. Майлы аяқ. Иттің басқаша. Жануар деп болады. Ал отыра ғой. Немесе майлы аяқ өспей жатқан күшік деуге де болады. Келесі. Ал да